Баршаға қайырлы күн. Есімім Темірлан Мукашев. Мен Әзербайжан астанасы Баку қаласындамын. Ендеше бұл жаңа саяхат. Жаңа саяхатты бастамас бұрын алдымен бұл шығарында не болатынын бір шолу жіберейік. Кеттік. Әдемі, өте әдемі. Бұл жақта формула 1 өтеді. 92 жылы қайтыс болғандар. Бұл неге 92-де не болды десеңіздер? Халқы не бар 10 миллион. Әзербайжанда 68 мыңдық орын стадион бар. Кейде құдды бір Миланда жүргендей болып қаласың. Азербайжан мен Албания арасында соғыс болған білесіздер ме? 57 году. Бакуда суға түспейді, өйткені су лас. Бұл Баку қаласының орталығы, бір Парижде жүрген сияқтысың. Өте әдемі ғимараттар, қап-таза көшелер, отырғызылған гүлдер. Сонымен қатар такси машиналары болса, Лондондағыдай. Бұл жерде дәл Лондондағыдай таксофон тұр. Енді бір қызығы, бұл жақта Лондондағыдай такси, архитектура Париждегідей. Бұнда кіріп қалсақ, не бар екен? Мына телефон. Бірдеңе сөйлеп жатыр әзербайжанша. Міне орталықта жерде аялдаманың ақпараты барлығы 2 тілде, Әзербайжан және ағылшын тілінде. 15 даяначақ дейді, 15 стопс, 1 сағат жарым уақыт бойы деген турын мүддеті 1-5 сағат дейді. Әзербайжан тілі қазақшаға ұқсай ма? Так, scan the QR code for more information. Яғни бұл QR кодты скандаңыз, көбірек ақпарат алу үшін дегенде атрафи мәлімет үшін, атрафи көбірек мәлімет үшін QR коду скан едін дейді. Осындай әдемі киоскалар бар, өте әдемі. Жоғарындағы ою өрнектерін қараңыздар. Такси машинасына жақындап тұр. Машинаның ішін сіздерге түсіру үшін. Вау. Как в Лондоне. Ол Баку такси дейді. Альфа Ромео? Это техпаспорт так написано, Лондон такси, Лондон кап. Прямо так и называется, да, машина? Лондон кап. Лондон. Модель, яғни машинаның моделі Лондон кап деп аталады. Техпаспортта солай жазылып тұр дейді. Міне тағы да біреу. Іші болса осындай. А это как называется фирма? Лондон такси. Лондон такси? Английский, да. А их, получается, прямо с Лондона привезли, да, сюда? В 2015 году. 2015? Это как у них уже списанные или как? Или прям новые привезли? Новые. Наши заказали, есть новые. А вот, например, вот это тоже такси, да? Машина. Да, это такси. Это агрегаторы. А вы как государственные, да? Это для государства привезли. Хорошо, спасибо. Міне Лондон такси компани дейді. Әзербайжандық номерлар осындай болады. 2 сан, 2 әріп, 3 сан сосын. Көшеде келе жатып, үйдің кіреберісіне кіруге болады. Әзербайжандық танымал адамдар тұрған дейді осы үйде. Otel. Отель? Ha, otel. Sonra kafe. Мынаның ішін қараңыздар қандай. Шам. Мынаның барлығы жай ғана кіреберістің өзі қандай қызық. Сондай көптеген детальдар бар. Баспалдақтағы бұрылысты қараңыздар қандай. Міне
нағыз франциялық, француздық бір архитектура болып тұр. Мәссаған баспалдақ. Төбесі қандай. Болды, осындай пәтерлі үй. Мына жақта бір жерде қонақ үй бар дейді. Қысқасы осындай болады екен. Бұл жерде пластикалық терезе болып тұрғаны бір түрлі қызық екен. Енді осы көшеге шығасың. Бұндай көшелерге нағыз бір Парижда жүргендейсің. Осы үнемі TikTok Reels'қа кіріп кететінім бар. Сіздерде де солай ма екен? Оданша оның орнына бір пайдалы әрі миды жаттықтыратын ойындар ойнаудың орнына осы уақыттың бәрін бос өткізіп жіберем. Айтпақшы, бұндай пайдалы әрі миды жаттықтыратын ойын бар. Оның атауы Matchmaster. Оны дәл қазір ойнап көргенге тамаша уақыт. Өйткені Stars Race 30 ойындары жүріп жатыр. Ойнайсыз, жұлдыз жинайсыз, жаңа iPhone 17 Pro ұтып алуға мүмкіндік аласыз. Matchmasters бұл онлайн PvP ойын. Мұнда 3 бірдей элементті қатарға қою керек. 2 ойыншы кезекпен жүреді, элементтерді сәйкестендіріп ұпай жинайды. Кім көп ұпай алса, сол жеңеді. Бұл ойында ешқандай жарнама жоқ, және ең бастысы ойын толығымен тегін. Қазір мен Matchmasters'ты досыммен ойнап көремін. Ойынды сипаттамадағы сілтеме арқылы немесе осы тұрған QR код арқылы сканерлеп Stars Race giveaway-ге қосылыңыз. Қатысу үшін кем дегенде бір жұлдыз керек. Жұлдыздарды PvP матчтарда жинайсыз. Мен жаңа ғана досымды жеңдім, және маған бір жұлдыз түсті. Немесе жұлдызы турнирлерде ойнап жинай аласыз. Бір жұлдыз жинайсыз, квалификациядан өтесіз, кейін жаңа iPhone 17 Pro ұтып алуға болатын жарысқа қатысасыз. Финалға шығу үшін 10 желтоқсанға дейін барынша көп жұлдыз жинаңыз. Жеңімпаз 13 желтоқсанда жарияланады. Сайыс соңына дейін барынша көп жұлдыз жинаңыз. Сәттілік. Ендеше саяхатымызға оралайық. Осы көшеде келе жатасың, тағы да әдемі көшелермен. Нау ғимарат мысалы Барселонадағы Гауди бар ғой, соның стиліне ұқсайды бұл ғимарат. Ішкі ауласына тап боласың бұндай ғимараттың. Кеттік ішкі аулаларын көрейікші, қандай екен. Газ ба, су ма, бұрайтын зат. Ішкі аулалары қандай болады екен. Барлығы қара асфальт. Бұлай таза. Қоқыс жәшігі. Мәссағымнан қараңыздар, қандай ағаштардан салынған. Анау жерінде пластик терезе, ағаш терезенің арасында. Мына жерде бір ғимараттың ауа соратын жері. Мына жерде кептіріліп жатқан киімдер. Дамасқа ұқсас бір машина. Осындай ағаш баспалдақ. Неткен әдемі. Сонымен қатар машина астында бір мысық ұйықтап жатады. Андай бұрыштар маған қатты ұнап тұр. Аны кәдімгі жар тұрғаны жарғы ағашпен қапталған, немесе ағашпен жасалған шығар ма. Мына жерде тағы бір бұрыш. Іші бәрі таптаза керемет. Ана же кактустар, түрлі гүлдер горшокта отырылған. Баспалдақпен көтерілейін десең, кілең гүлдер осылай. Көтеріліп көрейік. Не бар, не жоғын. Қаншама түрлі кактустар бар бұл жерде. Вау! О, не деген құс. Біреудің шөтшігі. Мынаның іштерінде көгершіндер бар. Ұшып жүрген. Міне. Бұл жерде біреудің заттары, терезелері сынған. Түрлі осындай сеткалармен қаптап тастаған. Нау енді әппақ, бұның барлығы құстардың боғы енді. Осындай есік бар бұл жерде, ағаш есік. Енді біреудің мүлкі кішкене ашық тұр.
тиіскім келіп тұрған жоқ. Ары қарай тым наглы болып кете ма деп. Қысқасы осы. Мынау енді кішкене жаңасы. Бұл жерде киім ілуге арналған жіптер. Әдемі, өте әдемі. Қатты ұнап тұр мына жер маған. Бұл Бакудың қақ орталығы, артында тұрғаны Бакудың әкімшілік билігінің ғимараты және үлкен алаң. Бұл жер Баку Сити Циркус деп аталады және бұл жерде Формула 1 жарысының мәре сөресі орналасады. 2016 жылдан бері Әзербайжанның астанасы Бакуда Формула 1 жарысы өтеді, яғни андай тез жүретін болидтар болады ғой. Бакудың ескі орталығымен, тар көшелерімен, Каспий су жағалауының бойымен жарысып өтеді. Сонымен қатар тар көшелерде сондай қатты дыбыс шығады, тіпті адамның құлағын жаруға жақын қалады, төс дірілдейтіндей. Бакудағы болидтердің жарысатын трассасы 6 километрге созылған және оны 51 рет айналып өтеді. Бұл Формула 1-дегі ең ұзын трасса болып саналады және бұл жақта Бакудағы сол 6 километр трассының шамамен 2 километрі ешқандай бұрылыссыз тік тұрады. Сол жерде машиналар, болидтар 360 километрге дейін жылдамдық алады. Ойлаңыздар, 360 километр сағатпен жүреді сол жерде. Масқара. Соның барлығы тікелей эфирде көрсетіп жатады. Ал Формула 1-ді басым бөлігі қалталы бай адамдар көреді. Соны көреді де, Әзербайжан қандай әдемі, архитектурасы, Каспий су жағалауының бойымен осындай жерде жарысады екен деп бұл жаққа келеді. Бұл жақта қонақ үйге, таксиге, кафелерге толған туристік аттракциондарға ақша жұмсайды, осылай қаланың қазынасын толтырады дегендей Әзербайжанның маркетингі осылай жұмыс істеуде. Бұл жақта Формула 1 өтеді. 2016 жылдан бері өтуде. Осы соңғы рет 25 жылдың қыркүйек айында 2 ай бұрын өткен еді. Келесі жарыс 26-ның қыркүйегінде өтеді. Көрермендерім, біздің елімізде бір ұран бар ма? Мысалы, Әзербайжанда Land of Fire деген ұран бар, яғни оттар жері. Land of Fire, оттар жері деген бұл Әзербайжанның маркетингтік, туристік, имидждік ұраны. Енді қараңыздар, Бакудағы ең көрнекті 3 ғимарат оттың алауы сияқты болып тұр. Түнде әдемі әсем болып жанып тұрады. Енді мысалы 2013-14 және 14-15 футбол маусымында Атлетико Мадрид деген футбол клубпен Әзербайжан серіктестік құрған. Атлетико Мадрид футбол клубының жейделерінде, осындай жейделерінде ортасында жалып тұратын еді Әзербайжан Land of Fire деген. 2014 жылғы чемпиондар лигасының финалында Атлетико Мадрид пен Реал Мадрид ойнағанда бұл матчты миллиардтаған адам түкпір-түкпірінен көрді әлемнің. Осының арқасында Әзербайжан Land of Fire деген жазуды да миллиардтаған адам көрді. Сонымен қатар Бакуға Атлетико Мадридтің футболшылары мен бапкерлері келген. Әзербайжанның футбол таланттары мен бапкерлеріне кішігірім мастер-класс өткізген. Міне Әзербайжаннан Қазақстанға елдің имиджін көтеру туралы тағы бір тәсіл, бір мысал деуге де болады. Ал бұл жерде толған зираттар. Мына жерде тағы да табличкалар толып тұр, адамдардың аттары жазылған. Бұл жерде кәдімгі адамдардың зираттары 73-те туылып, 92-де қайтыс болды, 71-де туылып, 92-де қайтыс болды. Байқап тұрғанымдай, бәрі 92-ші жылы қайтыс болғандар. Бұл неге 92-де не болды десеңіздер, Армения мен Әзербайжан арасындағы Қарабақ бірінші соғысы. Бірде біреуі 91 немесе 93 деген жоқ. Түбегейлі бәрі 92-ші жылы қайтыс болғандар.
Міне бұл жерде үлкен шолу алаңы бар. Бүкіл Баку көрінеді, қаланың жоғарғы жағы. Былай қарасаң, Стамбулға ұқсап қалады. Тоған ұшып жүрген құстарға қарағанда, ар жақта көптеген кемелер жүзіп жүр. Бірақ Стамбулда Қара теңіз болса, бұл жақта Каспий теңізі. Көрермендерім, қараңыздар, артында тұрған сондай футуристикалық дизайндағы бірде-бір бұрышы жоқ, толқын тәрізді өте әдемі ғимарат. Бұл Гайдар Алиев атындағы орталық. Қазіргі президент Ильхам Алиев болса, ал бұрын Гайдар Алиев болды. 2003 жылдың көктемінде Гайдар Алиевтің денсаулығы кенеттен күрт нашарлап кетті. Ал сол жылдың көзінде кезекті президенттік сайлау өтуі тиіс еді. Осы жағдайға байланысты Гайдар Алиев телеарна арқылы халыққа жолдау жасады. Сайлауға қатысудан бас тартатынын мәлімдеді. Сондай-ақ ол өз орнына мұрагер ретінде ұлы Ильхам Алиевті ұсынатынын жариялады. Сөйтіп, Ильхам Алиев 2003 жылғы президенттік сайлауда 79% дауыс жинап, елдің жаңа президенті атанды. Бірнеше айдан кейін, жыл соңында Гайдар Алиев дүниеден өтті. Это был великий политический деятель. Думаю, что азербайджанский народ потерял великого своего сына. Примите мои соболезнования. Міне сол 2003 жылдан бері, яғни 22 жыл бойы Ильхам Алиев Әзербайжанның президенті қызметін атқарып келеді. Енді қазір байқаған боларсыздар, әлемнің көптеген елдерінің президенттері сондай шалдар. Мысалы, Нетаньяху болсын, Трамп, Байден, Тоқаев, Путин, Иранның аятоласы, сондай үлкен кісілер 70-ден асып кеткен, ал Ильхам Алиев олардан 10 жас, кем дегенде 10 жасқа кіші, 61 жылғы. Және Ильхам Алиев та 5 тіл біледі. Әзербайжан, ағылшын, орыс, француз және түрік тілдерін біледі. Мәскеуде оқыған, халықаралық қатынастар факультетінде 1982 жылы бітірді. Енді міне Әзербайжан елінің президенті. Көрермендерім, бүгін 8 қараша, Әзербайжанда жеңіс күні тойлануда. Дәл 5 жыл бұрын 8 қарашада 2020 жылы Қарабақта соғыс кезінде ең басты стратегиялық маңызды Шуша деген қаланы Әзербайжандар босатқан армяндардан. 8 қараша күні енді Әзербайжанда жеңіс күні деп аталуда. Оған қоса, осы жақын арада жылдың басында Әзербайжан мен Армения толықтай Қарабақ жерін мәселесін шешті. Енді Қарабақ толығымен Әзербайжанға тиесілі. Енді міне әскери парад болып жатыр. Орталықты көшеде адамдар саны өте көп. Меніңше ана жерде 1 миллион адам бар сияқты. Өйткені соншалықты көп адам, ине шаншар орын жоқ, алма құлайтын орын жоқ дегендей. Әзербайжанның туына боянып алған, тулармен жүр, беттеріне, киімдері де, сонымен қатар тіпті Туран деген қасқырдың туын де біреулері тасып жүр. Және Түркияның туы өте көп. Өйткені бүгін бұл парадта Түркия президенті Режеп Тайип Ердоған да болған, қатысқан бұл парадқа. Және Қарабақ соғысын жеңуге Түркия өзінің заманауи әскери технологиясымен көмектесті Әзербайжанға. Осының арқасында Әзербайжан Қарабақта Армениядан қайтарып алды. Енді бүгін міне жеңіс күні болуда. Мен әрине осы Әзербайжанның жеңіс күніне деп келген жоқпын. Жай ғана солай кездес соқтық болуда. Міне парад бітті, барлығы тарады. Өте қызық өтті. Кәдімгі заманауи әскери техникалар өтті. Танкілер, үлкен әскери машиналар, сонымен қатар дрондар, байрақтар да бар бұл жерде. Енді біздің елімізде жеңіс күні 9 мамыр ғой. Болды, осымен қалды, солаймен қалай берсін.
Өйткені мында 8 қараша, демек Әзербайжанда жақын уақытта соғыс болды деген, ал соғыс ешкімге керек емес зат. Сонымен қатар бұл жақта ардагерлер жүр. Мына жерде медальдары, біреулерінде беттері шрам, біреулері ақсақтап жүр. Бірақ біз ардагер дегенде не ойлаймыз, не елестетеміз, кімді елестетеміз? Әдетте қолы дірілдеген кәрі адамдарды елестетеміз ғой. Ал бұл жақтағы ардагерлер жап-жас жігіттер ғой. Менімен құрдас жігіттер ана жерде. Енді осы жерде бір ой келеді, біздің елімізде ондай жас ардагерлер болмай-ақ қойсын деп. Яғни демек соғыс болмай-ақ қойсын деген сияқты ой ғой ар жағында тұрған астары. Бұрын бір КСРО-ның құрамында болған Әзербайжанда жеңіс күні 8 қараша күні тойлануда. Бұл да енді бір біз үшін шүкір деген зат. Бізде елімізде ешқандай соғыс жоқ. Барлық елмен сәлеміміз түзеу, тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз. Осы бейбітшілікті бағалау керек. Қазір міне осындай парадта жүріп, сондай ой келуде. Бейбітшілік бұл өте тайғақ зат. Қолыңда бейбітшілік барда, соны дұрыстап ұстап тұру керек. Бұл Баку қаласындағы Ичари шехер деп аталатын ескі қала. Қамалдың артында биік тастан тұратын қоршаудың артындағы кішкене бір қалашық. Бакудың орталығындағы, былайша айтқанда, тарихи ескі орталық. Өте тар көшелер, барлығы сондай қоңыр түсті 2-3 қабатты ғимараттар, және бұл жақтағы маған ең қатты ұнап тұрғаны ескі ағаш балкондар. Сонымен қатар ғимараттан кішкене шошайып тұрған жарық шамдары өте әдемі жер. Және бұндай жерді көріп тұрмын. Мына ішіне кіріп көрейік, не бар не жоғын. Біреудің үйі сияқты оны. Әже тапшықтар, киімдер, доп, ағаш жарлар, терезелер. Өте әдемі жер. Және әрине заманауи пластикалық құбырлар. Демек, бұндай жерде де адамдар тұрады екен. Мұнда мейрамханалар мен қонақ үйлер толып тұр. Осындай тар көше, кіре беріс. Біреудің үйінің ауласы болса керек. Жайлап кіріп көрейік. Вау. Әже бір кішігірім әжетхананың иісі шығып тұр. Адамдар киімі ілініп тұр. Сырланған, бояуы түсіп жатқан ескі жарлар. Әже қолға түскеннің барлығымен қаптап тастаған. Бұл жақта не бар? Вау. Ескі кірпіштер. Өте әдемі жер. Барлығы ағаштан жасалған. Қараңыздар, вот мына жерде өмір бар. Мына счетчик, темір құбырлар, ана жерде толып тұрған банкілер, ағаштар болса ескі. Бұндай жер қатты ұнайды маған. Тарихы сезіледі бұл жердің. Өмір бар дегендей ғой. Бұл жерде жардың сыры түсіп қалған, кірпіштері көрінеді. Бұл түпкі Баку. Ең бірінші Баку, ең ескі Баку. Тағы бір мысық отыр. Ал Әзербайжан тіліндегі көше деп қалай аталады? Көчәси деп аталады екен. Ұқсайды. Бұл жақтың жерін қараңыздар. Міне осындай жер бар, сосын бұндай кішігірім тастардан төселген жер. Бұл жерде машина өткенде күшті дыбыс шығады. Орта ғасырлардың қалалары қандай еді? Үлкен әрі биік қорған қабырғалардың ішінде орналасатын. Міне Баку қаласының сырт қабырғалары бұл кірпіштер болатын. Ичари шехер көшелері әдейі лабиринт тәрізді жасалған.
Бұл орта ғасырларда қалаға шабуыл жасаған жауларды шатастыру үшін жасалған тактика. 2000 жылы Ичари шехер Қыз мұнарасы мен бірге ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұра тізіміне енген. Көшенің бойында шағын дүкендер бар, бірінде қолмен жасалған кәдесыйлар, бірінде ескі кілемдер, бірінде жезден жасалған шай ыдыстары. Иісі ерекше, жез, ескі ағаш, шағын шайханадан шыққан иіс, тіпті кей жерлерде тандыр нанның иісі де келеді. Ичари шехер ескі аудан болғанымен, мені қазіргі заманнан бір сәтке болса да ажырата алмады. 1000 жыл артқа оралғандай сезім болу керек сияқты еді, бірақ ескі Баку тым заманауи. Пластикалық терезелер, 5 жұлдызды қонақ үйлер мен қымбат мейрамханалар, кондиционерлердің сыртқы блоктары, заманауи құрылыс технологиялары, бәрі тым жаңа, тым жылтырап тұр. Бұл жерде адамдар өздерімен өздері отыра береді. Неге екен? Неге мына жерде адамдар келеді отыра береді, а? Енді жастар көп біле бермейді, бірақ мүмкін біздің көбіміздің әке-шешелеріміз білетін болар. Бұл жерде «Бриллиантовая рука» деген киноның бір кадр болды. Осылай дәл осы жерде отырған сәт. Бұл жерде мен іздемедім де, өзім ол киноны көрмегесін де, қызықпағасын да, білем осы Бакудың бір жерінде екенін. Бірақ ол жерге барам деп жоспарламадым. Алдымнан өзі шықты ғой, дәл сол локация. Әзірбайжаннан елдің имиджін көтеруге тағы бір мысал. Бұл артында тұрған Бакудың Олимпия стадионы. Мысалы 2019 жылы бұл жерде Лига Европаның финалы өтті. Бұл жерде Челси Арсеналды 4-1 есебімен айырып тастады. Азардың Челси құрамында соңғы матчы еді. Халқы не бар 10 миллион, Әзірбайжанда 68 мыңдық орын стадион бар. Мысалы Еуро 2020 қай елдерде өтті? Ана бар ғой, 20 жыл емес, 21 жыл өтті, өткені ковид болды, Италия жеңген кез. Бұл Еуро 2020 бүкіл Еуропада өтті. Ұлыбритания, Амстердам, Копенгаген, Мюнхен, Рим, Севилья, Бухарест, Будапешт, Санкт-Петербург, сонымен қатар Бакуда да өтті. Осы стадионда Еуро 2020-ның 4 матчы өтті. Міне Әзірбайжан осылай бүкіл әлемге көрсетуде Әзірбайжан қауіпсіз, заманауи ел екенін, бұл жаққа келуге болатынын көрсетуде. Осы бір-ақ стадиондармен. Мысалы, неге Қазақстанда осылай 60-70, ең болмағанда 50 мыңдық орын стадион салмасқа? Әйтпесе, не былай жоқ, 20-30 мыңдық стадиондарды салады да, сосын бұл жерде үлкен сұранысқа ие іс-шаралар, матчтар, форумдар болса, орын жетпейді, немесе бұндай үлкен шараларды өткізуге арналған протокол бойынша орын аз деп тағы бермей қалады. Бұл кешкі Баку. Кәдімгі нағыз бір Еуропада жүрген сияқтысың. Кейде құдды бір Миланда жүргендей болып қаласың. Осы ескі ғимараттар және астында соңғы моданың дүкендері тұрғанда, міне мысалы осылай дәл Миландағыдай, Миланда жүргендей сезім пайда болады. Мына брусчаткаларды қараңыздар. Қандай тастар машиналарға арналғанда. Мұндағы адамдар жүретін жолы да сондай. Жалпы Баку осындай болады. Білмегендеріңіз болса, міне ескі бір француз үйінің есігі сияқты. Мына ғимаратты қараңыздар. Қандай кіреберіс. Rolls-Royce дейді.
жерінде әт донер деген бар. Кәдімгі әмен жазылатын әт донер деп тұр. Мен ойлап тұрсам түсінбей тұрмын, бұл аттың, жылқының етінен ба, әлде жай ғана ет деген сөз ба деп. Осы сұрасам айтады биф дейді, яғни сиырдың еті екен, жылқының емес. Міне осындай лаваш, жұмсақ, және кішкентай екен. Жалпы жай ғана дәмді тауық донері болды. Біздікінен аса қатты ерекшелік жоқ. Жаман демеймін, жақсы, бірақ таңғалдырып тұрған жоқ. Мен мұнда көшеде келе жатсам, қараңыздар, гранат, анар сығып жатыр. Осы толтыр сатуда. Лимон? Апельсин? Портакал. Портакал, да? А мынау әзірбайжанша? Нар? Қазақша анар. Sizde ne? Анар. Anar. Вы только эту букву А добавили, да? Да, У нас да. нар, у вас анар. У нас имя есть, Анар. Мужской имя. Есть, да. Женский. Нет, анар у нас мужской. А, у нас женский. Окей, рахмет. Осылай анар шырындарын мен Өзбекстанда жүргенде ұнатып қалдым. Көшеде әр жерде анарды сығып, неге бар жерде сығып соны сатып жатыр деп қызығып кеттім. Әкеш ішіп көрейін деп ұнап қалды маған анардың шырыны. Міне мында Бакуда да сатып жатыр. Андай гранаты бар ғой, сондай бутылкада. Ішіп көрейік. Ал анар шырыны мықты. Андай өте табиғи, жасанды емес, цехта жасалған зат емес, көшеде кәдімгі сығып береді осылай. 100% табиғи, 100% оригинал анар шырыны. Тістер бір-бірімен дұрыстай қанамай қала ма? Қайырлы күн, Әзірбайжандағы кезекті күн. Мынау менің ұйқым қанбаған түрім. Жаңа ғана таңғы 6-да мен автовокзалға барып келдім. Онлайн билет алайын дедім негізі, бірақ алынбайды. Енді автовокзалға барып кассадан алайын десем, маған билет бермейді. Өйткені сен шетел азаматысың дейді. Енді Қарабаққа барғым келді, бірақ шетел азаматтарына болмайды дейді әзіргіге. Ал негізі оның алдында мен тур сатып алдым, экскурсия сатып алып едім, бірақ бұл экскурсия бір күнге шегертіп жіберді, өйткені жолда бір проблемалар туындап жатыр деп. Жақсы дедім, ертеңгі күнді күтем, тағы да сол себеп, тағы да бір күнге шегертеміз дейді. Бұл ертең болатын зат, бірақ мен ертең кетем, сондықтан осылай өкінішке орай Қарабаққа бара алмайтын болып жатырмын. Қарабақтың Шуша деген ең басты қаласы бар. Сонымен қатар Ханкенди, бұрын Степанакерт деп аталған. Яғни сол жерлерде соғыс болды, атыс болды, артиллериялар жарылды деген сияқты. Және Фузули деген қала бар. Бұл қалада Қазақстан өзінен сый ретінде, қолдау ретінде мектеп салып берген. BI групп салды. Шуши мен Ханкендиға бара жатқанда Фузули деген қала арқылы өтеді. Сол мектепті көрейін деп едім. Жай ғана сыртынан болса да, бірақ өкінішке орай бұл да жоқ. Көрермендерім, қараңыздар, артында тұрғаны Тофиқ Бахрамов атындағы республикалық стадион. Мына жерде үлкен аялдама, автобустар айналып өтуде. Жалпы айтқым келіп тұрғаны, осы стадионда 2 күн бұрын
Қарабақ футбол клубы мен Челси Чемпиондар лигасының аясында ойын көрсетті. Тең ойын болды, есеп 2-2 аяқталды. Әзербайжанда да футбол қазір жайлап дамып келе жатыр. Жалпы Қарабақ футбол клубы Әзербайжанның ең үздік футбол клубы. Әзербайжанның 11 дүркін чемпионы. Әрине Қарабақ футбол клубы Бакунікі емес, ал Қарабақта орналасқан Агдам деген қаланыкі. Бірақ бұл қала қазір бұзылған соғыстың кесірінен, сондықтан осы Бакуда өз ойындарын көрсетуге мәжбүр. Мысалы, Еуропада Қарабақ туралы білмейтін, Әзербайжан туралы көп естімеген, геосаясатты көп түсіне бермейтін жай ғана еуропалық адамдар үшін бұл Қарабақ футбол клубы деген бұл қай жақтікі деп қызығулары мүмкін ғой. Сондай сұрақ туындайды. Осылай бір қарап шықса, бұл Әзербайжанның футбол клубы екені белгілі болады да, осылай олардың түпкі, төменгі бір астарлы саналарында Қарабақ бұл Әзербайжанның жері деген сияқты ой қалыптасады. Және Қарабақ футбол клубының жанкүйерлері осы жақында Қайрат Чемпиондар лигасына өткеннен кейін кішігірім бір қолдау білдірді. Матчта келе жатып, Қарабақ футбол клубының жанкүйерлері Қайрат деп ұрандатып, Қайратқа осылай қолдау білдірген. Абу-Байджан мен Албания арасында соғыс болған білесіздер ме? Жалпы қайдағы Абу-Байджан, Албанияның не қатысы бар деп ойласаңыздар, қазір болғанда жетеміз. Ал әзірге Әзербайжан мен Армения арасындағы соғысты айтып жіберейік. Енді Қарабақ үшін соғысты өзара бір-бірінің арасында кім жеңді, кім жеңілді деген сияқты шешімге келді. Армения Қарабақты босатып, Әзербайжанға қайтаратын болды. Өзара бір-бірімен келісті. Бірақ бұл келісімге нақты нүкте қою үшін делдал керек. Бұның барлығын, келісім шарттың барлығын қадағалайтын үшінші жақ керек. Сондықтан олар әрине Мәскеуге бармайды. Өйткені Мәскеуден бейбітшіліктің күтудің қажеті жоқ екен. Екеуі де біледі. Сондықтан Абу-Дабиге барды. Бірақ Абу-Дабида бір кездесіп, сосын Вашингтонға ұшты, Трампқа, Америкаға. Осылай Америка, Трамп, Армения мен Әзербайжан арасында үшінші тарап болып, бұл келісім шартты ұйымдастырып, делдал болды, үшінші жақ болды. Бұл келісім шартты қадағалайды. Болды, осылаймен екі елдің арасында соғыс бітті, бейбітшілік орнады. Қарабақ Әзербайжанға тиесілі болды, және Әзербайжан бұл деген міне картасы, мына жерде анклавын көріп тұрсыздар ма кішкене. Бұл Нахичевань деп аталады, және ортасын Әзербайжанды екіге бөліп тұрған Армения, ал астында Иран тұр. Енді қараңыздар, Әзербайжан Нахичеваньға өту үшін не ұшады, не Иран арқылы өтеді. Неге? Өйткені Арменияның оңтүстігінде, ана жерде, осы жерде ешқандай жол жоқ, инфрақұрылым жоқ. Сондықтан олар Иран арқылы айналып өтуге мәжбүр, Нахичеваньға өту үшін. Сондықтан екі ел бұл жерге инфрақұрылым орнатайық, зангизурлық коридор, Трамптың атындағы Трамп лайн болсын деп, осылай бұл жерді Америкаға береді 99 жылға. Мен ойладым, зангизурлық коридор бұрын болды, бірақ қазір оны жауып тастады соғыстың кесірінен деп. Олай емес екен. Зангизур коридоры негізі бұл жай ғана үлкен таулар мен орман тоғайдың арасындағы жай ғана кішкене ашық алаң. Енді бұл жерде жерді қырады, орман талдарды жұлады, сосын бұл жерге рельстер мен тас жолдарды төсеп инфрақұрылым жасайды, машиналар, пойыздар өте алсын деп. Осының арқасында тауар тезірек жетеді. Сонымен қатар Қазақстанның тауары да батыс жаққа, Еуропа жаққа осы Әзербайжан арқылы, осылай Зангизур коридоры арқылы болашақта тезірек жететін болады. Осы келісім шартты орнатып біткеннен кейін, шамамен 2-3 аптадан кейін Трамп бір жерде сөз сөйлеп тұрғанда қараңыздар не дейді. To think that we settled Azerbaijan and Albania as an example. It was going on for years. Абу-Байджан, қайдағы Абу-Байджан? Албания дейді. Ятай. Қарапайым американдық қой. Американдықтар білсеңіздер, географияда түк хабарлары жоқ, көбінде географияны біле бермейді. Міне Американың президенті енді Трампта жасарып жатқан жоқ, қартайып жатыр. Енді мында Әзербайжанда ақша шешіп көрейік. Қалай бетіп жасай ма? 100
манат шешілді. Енді әзербайжандық манаттар осындай болады. 50 манат. Қараңыздар, Әзербайжан картасы 50 манат дейді. Бір әзербайжандық манат 316 теңге. Әзербайжандық манаттың құндылығы сондай жоғары. 316 теңге бір манат. Автобусқа, метроға арналған карта алуға болады. Міне осы басамыз. 2 манат тұрады картаның өзі. Сегіз манаттық Бакуның картасы бар. Жақсы жол дейді. Міне Бакуда метро бар. Қараңыздар, қаншалықты төменге, терең төменге түсесің. Бүкіл әлемдегідей оң жағында тұрасың, ал адамдар түсем деп жүгіріп өтіп бара жатса, сол жағына түседі. Міне дәл осылай. Мәскеу, Санкт-Петербург тағыдай болып тұр. Ташкенттегі де метро сияқты. Бакудағы метро 3 тармақтан тұрады. Жасыл, қызыл және күлгін түсті болады. Сондай ескі Кеңес одағы кезі салынған осы тармақтағы пойыздар жаңа болып келеді. Байқап тұрғаныңыздай. Кеңес одағы кезіндегі емес, ал су жаңа заманауи вагондар бұл жерде. Кәдімгі бүкіл әлемдегідей. Кейбір тармақтарда ескі вагондар, кейбіреулерінде жаңасы. Осылай жаңарып жатыр. Және бір жақсы, мұнда қаншалықты терең жүрмесең де, барлық жерде LTE 4G ұстап тұрады. Көрермендер, мен қазір Баку қаласының бір шетінде жүрмін. Яғни бұл жақта Бакуда барлық аудандары Парижға ұқсаған заманауи емес екен көрсеткім келіп тұр. Әйтпесе ойлап қалмаңыздар, Бакудың барлығы сондай деп. Кеңес одағы кезінде салынған панельді үйлер, және бір қызығы, бұл панельді үйлер сұр емес, ал қоңыр түсті. Міне артында тұрған үй, мысалы, қараңыздар қандай қоңыр түсті, дәл орталық көшедегі Париждің ғимараттарына ұқсаған ғимаратпен бірдей қоңыр түске боялған. Міне өте ескі ағаштан жасалған бір жарнамалық баннері. Мебелярин Тамирив Васифариши дейді. Қызық екен. Бұрын біздің аулаларда да осы жүретін еді. Сүт, қаймақ, таңғы 7-де айқайлап. Міне дәл осы айқайлап жүр, сүт сатып. Бұл жерде ескі орындықтар, жиһаздар, гараждар, үйлердің арасындағы темір гараж, бетон гараждар. Үйлердің арасына заманауи үй тұр, құрып тастаған. Жергілікті бүлдіршін жүгіріп жүрген. Бірақ барлығы асфальтталған. Тіпті міне жол. Мына жерде машина өтпейтін жердің өзі темір гараждарға дейін асфальтталған. Доп теуіп жүр. Месси ма? Көрсетші? Мәссаған. Месси. Адың кім? Zahid. Захид. Where are you Senin? from? Farid. Фарид. Amil. Амил. Ayhan. Айхан. Yes. Мен Қазақстан. Kazakhstan.
O da Lamine Yamal. Lamine Yamal? Аш? At değil, at. Ben Lamine Yamal tuyorum. 19. Video. Lamine Yamal. Video. Видео. Lamine Yamal? No, Vini Junior. Неге Криштиану емес? Messi. Криштиану? Сен Криштиану? Сен Месси. Messi. Go. Анкара Месси. Şata. Русский birisi. Блин, Знаешь русский? знаю. Сколько Лет. лет? 11. А азербайжанша как будет? 11. 11. Ben de 11 sen? 17'sinde. 11. 17'sinde 12 Aha, sen 11. Neçə yaşınız? қанша? 12. 12? 12. 12. Иә. Sen Ben 11. 11. 10. Окей. Жақсы, сау бол. Uzbekistan, Kazakistan. Қазақстан. Tamam öyle. Темірлан десем, Анарбеков деп шығып тұр. Міне. Әдеттегідей, бүкіл әлемдегідей жергілікті бүлдіршіндермен тіл табысу өте оңай. Ал үлкен кісілермен, 50-ден асқан 40 жастағылармен оларды видеоға түсіру, олармен видеоның алдында сөйлесу осылай өте қиын. Өйткені енді үлкен кісілер қатып қалған деген сияқты күдікпен қарайды дегендей, жалпы камерадан қашады дегендей, ал жергілікті осындай жас балдармен өте оңай тіл табысу. Осындай шағын аудандарда тіпті дүкендер де өзгереді. Бұл жақта қазір енді сантехника сатылатын, машиналарға қосалқы бөлшек сататын, кеңсе тауарлар, мектеп формалары, шаш тараз деген сияқты мекемелерді байқайсың. Өйткені ондай мекемелер, бұндай дүкендер қаланың орталығында кездесе бермейді. Бұл жақта әдетте туризмде жақсы өтетін мекемелер, яғни мейрамхана, қымбат бутиктер. Ал бұл артында тұрған енді кеңес одағы кезінде салынбаған қала, салынбаған үйлер екені байқалып тұр. Шамамен 2000 жылдан кейін 2005 па 2010-дарда ма салынған екені көрініп тұр. Енді тағы да заманауи үй болғанымен түстері қоңыр түсті үй деген бір түрлі естіледі, бірақ қоңыр түсті үйлер де сәнді бола алады екен. Енді шли сәнді демейін енді, бірақ болады екен. Қоңыр қала Баку, яғни әзербайжандықтар қоңыр түсті жақсы көреді екен. Сондай бір дизайн код ба дегенде, өзінің бір бөлек дизайны бар Бакуда, қоңыр түсті. Бұл жерде Әзербайжанның үлкен ағалары қалай демалатынын көрсетудемін. Барлығы отыр шай ішіп, темекі шегіп, нарды, домино, карта ойнап, осылай демалады Әзербайжан ағалары. Қараңыздар, көрермендерім, ар жақта Каспий теңізі. Бұл Каспий теңіздің ар жақ жағалауында Ақтау тұр. Бірақ ол жақтың табиғаты қандай, яғни құрғақ, құнарлы жер емес дегендей, ағаш өсімдіктер көп жақсы өсе бермейді, жасыл қала емес дегендей. Каспийдің бер жақ жағында, яғни Бакуда, міне табиғаты осындай. Барлығы жап-жасыл, жер өте құнарлы, өсімдіктер, ағаштар, теректер өте жақсы өседі. Тіпті пальмалар да бар. Ақтауда мысалы су жағалауының қасында жасанды пальмалар болса, бұл жақта кәдімгі шынайы табиғи, яғни климат қалай бұлай. Арасында қашықтық үлкен емес, бірақ климат күрт басқаша бұл жақта.
Оны бұл жақтың топырағы қап-қара жер, өте құнарлы, кәдімгі балшық, қара жер. Өсімдіктер жақсы өседі. Неге Каспий теңізі Әзербайжан жаққа ылғалдылық береді де, ал Қазақстан жаққа ылғалдылық бермей ма? Осыған жауап кім біледі екен? Әлде Арал теңізінің тартылып қалғаны соған себеп болып жатыр ма? Жауап кім біледі? Комментарийға жазып жіберіңіздер. Бұған себеп осылай да осылай дегендей. Бұл Каспий жағалауы. Негізі мұнда Каспийде, Бакуда суға түспейді. Өйткені су лас. Яғни лас дегенде табиғи лас қой. Бұл жерде иісінен ақ сезіледі табиғи лас, яғни мазут, май, мұнайдың иісі шығып тұр. Сонымен қатар кішігірім дақтар көрінеді майдың. Су лас мына жерде. Пластикалық, адам қоқытқан лас бұл бір, ал табиғи лас бұл бөлек. Енді Әзербайжан сонымен байып жатыр, мұнаймен, газбен. Әзербайжан тілі демекші, ол қазақ тіліне аздап қана ұқсайды. Сондықтан таза қазақша сөйлесең, мұнда сені түсінуі екі талай. Ал Әзербайжан тілін толық түсіну де оңай емес. Дегенмен әзербайжандықтармен тіл табысуда қиындық болмады. Бакуда көп адам орысша да, ағылшынша да жақсы сөйлейді. Әзербайжандағы көрнекті ақпараттың дерлік бәрі Әзербайжан тілінде жазылған. Ағылшын және орыс тілдері өте сирек кездеседі. Қараңыздар, көрермендерім, көшеде келе жатып, кітаптарды сатып жатыр екен. Әлемдік бестселлер кітаптарды Әзербайжан тілінде оқып көрейікші, қазақшаға салыстырып, атаулары қалай ұқсай ма жоқ па дегендей. Міне Робин Шарманың 5 сағат клубы дейді. Луиза Хей өз бәдәнінің сев бір кітабы бар еді ғой, мазмұндама жазған. Өз өміріңнің бірдеңесі деген сияқты. Міне осы кітап бар. Атомик вәрдешлер. Атом әдеттер, атомик вәрдешлер дейді. Өз кітабын сатқан монах деген. Ондай көп емес екен. Ал бұл жердегі кітаптар Әзербайжан тілінде, бірақ кириллицамен жазылған. Бұрын кириллицамен жүріп, латиницаға ауысып кетті. Қай уақытта, қашан, неге олардың қолынан келді, неге біздің қолымыздан әлі келмей жатыр? Біздің қай жеріміз кем, қай жеріміз қате дегендей сондай сұрақтар туындайды бұл жерде. Бұл Кирилл. Бұл Кирилл. Латинде. В какой момент Азербайджан успел перейти на латиницу? 90-й год. 90-го? Как независимость обрела? Ну да. А то у нас у казах никак не можем перейти. Не перешли еще? Нет. Мы перешли. Уже привыкли к кириллице. Старшее поколение на латинице не умеет читать, им сложно. У нас то же самое. Я не люблю читать на латыни. Серьезно? Вон как у вас. Да. Мне 85 лет. Вау, вы молодо выглядите. Я привык на кириллице. Я в Казахстане был еще на Целине в 1957 году. Я был там, был в Усть-Каменогорске. Зерно в элеваторах зерно перемешивали, чтобы не загорелось. Медаль получил за освоение Целины. Міне көрермендерім, жаңағы кітап сатқан атамен сөйлесіп, бір кішкене өкінішті ойлар қалыптасуда. Мысалы, өзбектерде, әзербайжандарда тәуелсіздік алғаннан ақ латыншаға көшіп кетті, кириллицадан бас тартып дегендей ма. 25 жылдан кейін ғана латынға көшеміз дейміз, бірақ көше алмай жатырмыз. Сонымен қатар бүкіл елдерде өзінің телефондық коды бар, ал бізде Ресеймен бірдей +7. Бұл өте ыңғайсыз, өйткені Ресей қазір санкцияның астында, ал көптеген сайттарда тіркеліп жатқанда +7 деп жатсаң SMS келмей қалады, өйткені Ресей деп ойлайды да болды. Тіпті Google-дың өзінде, Google-да бір жаңа почта ашып +7 деп жазатын болсаң, SMS келмейді, болды. Осылай сен почта аша алмай қаласың. Көрермендерім, мен Бакудамын. Қараңыздар, артында тұрған қазақстандық бренд кофе желісі Зебра кофе. Қазақстанда әр қалада бар ғой, енді Бакуда да бар екен, тіпті бір емес, 2 ма 3 па нүктесі бар. Кетіп кіріп көрейік, не бар. Жалпы дәл біздегідей ешқандай айырмашылық жоқ.
Наличка. Наличка 9,80. Ваша сдача 20 копеек. Спасибо. Әзірбайжанның кілем мұражайы ең ерекше және танымал мұражайлардың бірі. Ол Баку бульварында, Каспий теңізінің жағасында орналасқан. Мұражайдың өзі үлкен оралған кілем пішінінде салынған. Сыртқы көрінісі алыстан-ақ назар аударады. Бұл әлемде кілем формасында салынған жалғыз ғимарат. Жай ғана бір кілемдерге арнап, бөлек бір мұражай ашып тастаған Әзірбайжан. Мысалы, бұл қамыстан жасалатын кілем деген сияқты. Қамыстан да кілем болады екен. Қараңыздар, қаншама кілемдер бар бұл жерде. Кілем тоқудың түрлі құрал саймандары. Бұндай өсімдіктермен тоқылады. Жіптердің түрлері, қалай боялатыны туралы бар. Миньонет флауэрспен боялады, куркума паудермен, осылай түстері шығады. Сонымен қатар шұлық немесе қолғаптарды да тігуге болады. Түрлі үлкен сөмкелер мен көпшіктерді де тігеді. Ал тіккенде осындай арнайы ағаштарды құрады да осылай тігеді. Мұражайда кілем өнерінің 1000 жылдық тарихы көрсетіледі. Орта ғасырлық қолмен тоқылған кілемдер, түрлі аймақтардың тоқу стильдері, жібек, жүн, түкті және түксіз кілемдердің коллекциясы. Қандай материалдардан тоқылады және қалай тоқылатыны көрсетіледі. Ішінде түрлі мәдени іс-шаралар өтеді. Міне, мысалы, мөлдір еденде бір түрлі би билеуде биші қыздар. Ғимараттың іші заманауи, жарық, кең, 3 қабаттан тұрады. Экспонаттар қабырғадан төбеге дейін созылып, түрлі деңгейде орналасқан. Әр зал Әзірбайжанның бір аймағының кілем стилін таныстырады. Міне, мысалы, заманауи креативті кілемдер. Қап-қара үлкен етегі бар кілем, бояу төгілген кілем. Бұл бояу қап-қара жіпқой тоқылған. Геометриясы бұзылған тар кілем, тамшылап аққан кілем. Ал бұл төгіліп ағып кеткен кілем. Жаңағы қыздар жатып алып бірдеңе жасауда. Бұл жерде көптеген кілемдердің арасында қараңыздар қандай кілем. Не көріп тұрсыздар бұл жерде? Бәрі оңға қарай кетіп баратқанда, арасында біреуі ағынға қарсы солға қарай кетіп баратыр деген сияқты. Ерекшелену дегендей. Сондай қарапайым сурет, бірақ мағынасы өте терең, өте маңызды мағына сонымен қатар. Суреттері бар, кілемдері де көп. Және былайша айтқанда 3D кілемдер де бар. Мына жерде қараңыздар қалай шығып тұр. Түрлі жеміс жидектер өсіп тұрғандай болып. Және міне бұл да бір Әзірбайжаннан Қазақстанда этникалық маркетинг қалай жасауға болатын туралы бір мысал. Жай ғана бір ғана кілемдерге арнап бөлек музей ашып тастады қаланың ортасынан. Садақ пен оның оқтарына арналған музей ашуға болады қазақтарға. Сонымен қатар тек қана жылқы мен малға арналған музей ашып тастауға болады. Киіз үйге арнап бөлек мұражай ашып тастауға болады. Ішіндегі заттар, неден тоқылады, киіз үйлердің түрлері, киіз үй қалай тасымалданады деген сияқты. Сондай мұражай ашып тастауға болады деген.